Баршаңа сәлем, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен ағылшын тілі кітабының 40-шы беттегі тапсырмаларын бірге орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Everyday English 3D. Telling the time. Exercise 1. Use the table and the clock faces to ask each other the time. Таблицада көрсетілген уақыттарды бір-біріңе айтыңдар деп тұр. Біріншісі, What is this? The time, please? Сағат қанша болды? Өтінемін деп сұрап тұр. It is 4 o'clock. Дұрыс жауабы, сағат 4 болды. Бірінші суреттегі сағат 4-ті көрсетіп тұр. Екіншісі, Have you got the time, please? Сағат бар ма сізде? Айтып жіберіңізші. It is 10 to 4. 4-ге 10 минут қалды. Дұрыс жауабымыз It's 10 to 4. Үшіншісі. What time is it, please? Сағат қанша болды? Үшінші суретте. It is 20 to 3. 3-ге 20 минут қалды. Төртіншісі. What is the time, please? Төртінші суреттегі сағат нешені көрсетіп тұр? 8:30-ды көрсетіп тұр, я? Бұны ағылшын тілінде It is 8:30 деп айтамыз. Міне оқушылар, бұл бірінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі exercise 2. Making arrangements. These sentences are from a dialogue between two friends. Say them in your language. What is the dialogue about? Төменде екі достың арасында болған диалогтың сөйлемдері берілген. Осы сөйлемдер сіздің тіліңізде, яғни қазақ тілінде қалай айтылады деп сұрап тұр. Және диалог не туралы екенін аударып айтуымыз керек. Біріншісі, Are you free this afternoon? Сен бүгін түсте боссың ба? Екіншісі, What time does the court open? Алаң қай кезде немесе сағат нешеде ашылады? Үшіншісі, Is 4:30 okay with you? 4:30-да бола ма? Төртіншісі, Yes, that's fine. Иә, жақсы. Бесіншісі, See you there. Сол жерде кездескенше. Мәтін екі достың арасында болып тұр. Олар өздерінің бір жерге баратын уақытын белгілеп жатыр. Listen and read to find out. Тыңдалымды тыңдап, екі достың диалогы толығырақ не туралы екенін және олар қай жерге, қай уақытта барайын деп жатқандарын табамыз. Hi Helen. Сәлем Helen. Hi Jenny. Are you free this afternoon? Сәлем Jenny. Сен бүгін түсте боссың ба? I think so. Why? Солай деп ойлаймын. Неге сұрадың? Do you want to practice basketball with me? Сен менімен бірге баскетбол ойнауға жаттыққың келеді ме? Sure. What time does the court open? Әрине. Алаң сағат нешеде ашылады? At 3:30. Сағат 3:30-да ашылады. What time does it close? Ал сағат нешеде жабылады? At 7 o'clock. Сағат 7-де жабылады. Is 4:30 okay with you? Сен мен 4:30-да барсақ болады ма? Yes, that's fine. See you there. Иә, жақсы. Сонда кездескенше. Келесі exercise 3. Read the dialogue again and answer the questions. Then read out the dialogue in pairs. Диалогты қайта оқы және сұрақтарға дұрыс жауап бер. Кейін диалогты жұптарыңмен, яғни екі оқушы болып жұптасып кезекпен оқисыңдар. Біріншісі, What does Helen want to do? Helen не істегісі келді? Helen, дұрыс жауабымыз Helen wants to practice basketball. Helen basketball ойнап жаттықсы келді. Екіншісі, When is the court open? Алаң сағат нешеде ашылады? From 3:30 to 7 o'clock. Сағат 3:30-нан сағат 7-ге дейін ашық болады. Үшіншісі, What time do they decide to meet? Олар сағат нешеде кездесеміз деп шешті?
at 4:30. Сағат 4:30-да кездесеміз деп келіседі. Міне оқушылар, бұл үшінші жаттығудың толық дұрыс жауаптары. Енді келесі exercise 4, төртінші жаттығуымыз. Find phrases in the dialogue which mean. Төмендегі көрсетілген сөздермен мағынасы сәйкес келетін диалогта қолданылған сөздерді табу керек. Біріншісі, yes, that is okay. Бұл сөйлемге сәйкес келетін диалогта қолданылған сөз табуымыз керек. Дұрыс жауабымыз yes, that's fine. Yes, that's okay. Yes, that's fine. Сәйкес келеді. Екіншісі, probably, мүмкін. Бұған дұрыс келетіні I think so. Мен солай ойлаймын. Үшіншісі, when is it open? Сағат нешеде ашылады? What time does the court open? Сағат нешеде алаң ашылады? Төртіншісі, meet you there. Сонда кездескенше. Бұған сәйкес келетін сөйлеміміз see you there. Сонда кездескенше. Міне, бұлар төртінші жаттығудың толық дұрыс жауаптары. Келесі exercise 5. Your friend asks you to do one of these things. Change the words in blue in exercise 2 to act out a similar dialogue. Бесінші тапсырмада сіздің досыңыз дәл осы іс-әрекеттердің біреуін істейді және сұрайды. Екінші жаттығуда көрсетілген диалогтағы көкпен жазылған сөздерге қарап, өзіңнің диалогыңды құрастырып, айтып беру қажет. Астында сендерге қажет сөздер берілген. This evening, go swimming pool open from 6 o'clock to 9 o'clock. Saturday morning, go to computer club, computer room open from 8:30 to 12 o'clock. Ал мен өзім құрастырған диалогымды көрсетейін. Hi Tina. Tina, қалайсың? Hello Jenny. Сәлем Jenny. Are you free this evening? Сен бүгін кешке боссың ба? I think so. Why? Солай ойлаймын. Не үшін? Do you want to go swimming with me? Сен менімен бірге шомылуға барғың келеді ме? Okay. What time does the pool open? Бассейн сағат нешеде ашылады? At 6 o'clock. Сағат 6-да ашылады. What time does it close? Сағат нешеде жабылады? At 9 o'clock. Сағат 9-да жабылады. Is 5:30 okay with you? Сенімен сағат 5:30-да кездессек болады ма? Yes, that's fine. See you there. Иә, жарайды. Сол жерде кездескенше. Келесі екінші жазған диалогым. Hi Jake. Jake, қалайсың? Hi Tom. Tom, сәлем. Are you free on Saturday morning? Сен сенбі күні таңертең боссың ба? I think so. Why? Солай ойлаймын. Не үшін? Do you want to go to the computer club with me? Сен менімен бірге компьютер клубына барғың келеді ме? Great. What time does the computer room open? Тамаша. Сағат нешеде ашылады компьютер бөлмесі? At 8:30. Сағат 8:30-да. What time does it close? Сағат нешеде жабылады? At 12 o'clock. Сағат 12-де жабылады. Yes, that's okay. See you there. Жарайды. Сол жерде кездескенше. Міне оқушылар, бұл 5-ші тапсырманың жауаптары. Осымен 40-шы беттегі тапсырманың барлығын аяқтадық. Келесі 41-ші бет. Across cultures celebrations, many countries have special days when everyone celebrates the special people in their lives. Let's take a look at how people celebrate these days around the world.
Көптеген елдерде әркім өз өміріндегі ерекше адамдарда атап өтетін ерекше күндері бар. Осы күндерді бүкіл әлемде адамдар қалай атап өтетінін көрейік. Бұл жерде екі текст берілген. Осы ерекше арнайы күндерге байланысты. Біріншісі Women's Day, әйелдер күні. Women's Day is on 8th March. Әйелдер күні 8 наурызда. In Kazakhstan, it's a national holiday and everyone has the day of work. Бұл Қазақстандағы ұлттық мереке және бұл күні жұмыс болмайды. On this day, Kazakhstans celebrate women, men give flowers and other gifts to their mothers, sisters and wives. Бұл күні қазақстандықтар әйелдер күнін тойлайды. Және ер кісілер өздерінің әйелдеріне, аналарына, әпкелеріне әртүрлі сыйлықтар алады, гүлдер және сыйлықтар алады. Children give gifts to their mothers and female teachers. Балалар сыйлықтарды аналарына және ұстаздарына сыйлайды. Келесі текст Father's Day, әкелер күні. Many countries celebrate Father's Day. Көптеген елде әкелер күні тойланады. Canadians celebrate Father's Day on the third Sunday in June. Канадалықтар әкелер күнін маусым айының 3 жексенбісінде тойлайды. It's a day when children show their love and respect for their father. Бұл балалардың өздерінің әкесіне құрметін және махаббатын көрсететін күн. They usually give their dad a nice gift. Олар әдетте әкесіне жақсы сыйлықтар сыйлайды. Younger children usually write poems or draw a picture. Жас балалар әдетте әкелеріне арнап өлең жолдарын арнайды және сурет салады. Reading and listening exercise 1. Бірінші жаттығуымыз read the title and the headlines in the text. What is the text about? Жоғарыдағы тексті оқыс және тыңда. Текст не туралы болғанын тыңдап және тексеру керек. Бірінші жаттығуымыздың жауаптары The text is about special days. Дұрыс жауабымыз осы. Текстте ерекше арнайы күндер туралы айтылған. Келесі exercise 2. Read the text and mark the sentence from 1 to 4. True or false. Say 2 things you remember from the text. Мәтінді оқы және төменде берілген 1-ден 4-ке дейінгі сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін табу керек. Сосын, сол тексттен есіңде қалған 2 сөйлемді жазу керексің. Міне жауаптары. Біріншісі, In Kazakhstan, people don't go to work on Women's Day. Қазақстандың адамдары әйелдер күні мерекесінде жұмысқа бармайды дейді. Бұл дұрыс, true. Екіншісі, On Women's Day, Kazakhstans only give gifts to their mothers in their family. Қазақстанда әйелдер күнінде тек аналарына ғана, отбасындағы аналарына ғана сыйлық сыйлайды дейді. Бұл false, дұрыс емес. Үшіншісі, In Canada, people celebrate Father's Day on the first Sunday in July. Канадалық адамдар әкелер күнін шілде айының 1-ші жексенбісінде тойлайды дейді. Бұл false, дұрыс емес бұл. Төртіншісі, In Canada, some children draw pictures for their dads on Father's Day. Канадалық балалар әкелер күні мерекесінде әкелеріне арнап сурет салады дейді. Бұл дұрыс, true. Енді осы мәтіндер бойынша кез келген есінде қалған 2 сөйлемді жазу керек. Яғни осы мәтін бойынша немесе осы текст бойынша жоғарыда көрсетілген 2 текстте
Қай сөйлемдер есіңде қалды? Соны жазамыз. Мен бірінші сөйлемге Women's Day is on 8th March. Әйелдердің күні мерекесі наурыз айында тойланады деп жаздым. Екіншісі Men give flowers and other gifts to their mothers, sisters and wives. Ер кісілер әйелдер мерекесінде аналарына, қарындастарына және әйелдеріне арнап сыйлықтар сыйлайды. Міне оқушылар, бұл екінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі exercise 3. Complete the sentence about you. Сөйлемдерді өзіңіз туралы толтырыңыз дейді. Бұл жерде сөйлемнің басы берілген, ары қарай сен жалғастыруың керек. Біріншісі I love my mom because мен анамды жақсы көремін, себебі she is very kind and clever. Ол өте мейірімді және ақылды. Екінші my dad's very special to me because менің әкем мен үшін өте ерекше, өйткені he is strong and friendly. Өйткені ол мықты және досшыл. Үшіншісі I love my brother because мен інімді жақсы көремін, себебі he is honest and always helps me. Ол адал және әрдайым маған көмек береді. Міне, үшінші жаттығудың дұрыс жауаптары. Келесі, төртінші тапсырма. Collect information about another day in your country. When you celebrate special people, write a short paragraph. About it, present, it to class. Өзіміздің елдегі ерекше арнайы мерекелерді жазуымыз керек және оны қысқаша мәтін ретінде жазамыз және оны классымызға айтып береміз. The New Year. New Year in Kazakhstan begins in full swing on the evening of December 31st, when cities and the village alike host open-air carnivals, which culminate in midnight fireworks. No New Year celebration in Kazakhstan would be complete without Santa Claus and his blue-clad granddaughter, Snow Girl, who roam the crowds and deliver gifts and sweets to children. Қазақстанда жаңа жыл 31 желтоқсанда кешкі уақытта қалалар мен ауылдарда түн ортасында от шашумен аяқталатын ашық аспан астындағы карнавалдар өтетін кезде қызу басталады. Қазақстандағы бірде-бір жаңа жыл мерекесі Аяз ата мен оның көк киімді немересі Ақшақарсыз өтпейді. Бұл жаңа жыл мерекесіне арналған мәтін. Енді сендер өздерің ұнатқан мерекелерің туралы жазсаңдар болады. Ал оқушылар, осымен бүгінгі 40-41 беттегі барлық тапсырмаларды аяқтаймыз. Барлық сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа.